Туған елге тағзым 2023 ғылыми өлкетану экспедициясы Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына ұмытылмас естеліктер сыйлады. Жыл қорытындысында үздік деп танылған Жетісу шаңырағының 24 оқушысы мен жетекшілер маршрут бойынша 5 күн бойы шығыстың тарихи және мәдени ошақтарын аралады. Экспедиция Риддер қаласындағы Алтай ботаникалық бағына танымдық саяхаттан бастау алды. Алтай ботаникалық бағы республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақ болып табылады. Оны қалыптастырудағы негізгі мақсат ботаника саласындағы ғылыми, өндірістік және шаруашылық қызметті жүзеге асыру. Риддер қаласының жол желісі Алтай ботаникалық бағын ғылыми, өндірістік және шаруашылық деп екіге бөледі. Зияткер оқушылар өсімдіктер әлемін зерттеуді жер-су жылыжай кешенінде жалғады. 2008 жылы құрылған аталмыш кешен Өскемен қаласына таяу Украинка ауылында орналасқан. Туннелдік жылыжайлар 900 шаршы метр аумақты алып жатыр. Кешен әртүрлі өсімдіктерді өсіруге маманданған. Соның ішінде цитрус жемістері, әртүрлі сортты мирттар, анар, інжір, мурая, бөлме және бақша өсімдіктері, көкөніс және гүлді дақылдардың көшеттері бар. 14 маусымда экспедиция мүшелері Бобровка кентіндегі Восток молоко жауапкершілігі шектеулі серіктестігі корпорациясының құрамына кіретін роботты сау фермасында болды. Бұл Делавл сауын роботтармен жабдықталған Қазақстандағы алғашқы сүт фермасы. Күннің екінші жартысында саяхаттанушылар Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде болып, Ұлы Абайға арналған мұражайды тамашалап, тың ақпараттар жинақтады. Жоба жұмыстарына арқау болатын материалдарды жинау мүмкіндігін экспедицияға қатысушылар Өскемен қаласындағы Қасым Қайсенов атындағы Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайына ұйымдастырылған танымдық саяхаттан да алды. Оқушылар саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу көрмесін тамашалап, көптеген мағлұматтар алды. Келесі күні саяхаттанушы топ Ақбауыр қола дәуірінің ескерткішіне аттанды. Оқушыларды ежелгі астрономиялық зертхана қалдықтарынан әлі күнге дейін ғылымға жаңалықтар ашылып жатқандығы таң қалдырды. Ермаковка кентінде орналасқан Гранд Фиш шаруашылығы жасөспірімдердің биология пәнінен білімдерін тереңдете түсті. Форель балығын өсірудің мақсаты мен пайдасы жайлы қызметкерлер тәжірибеде көрсете жүріп баяндап берді. Ал моторлы салмен өзендегі серуен ыстық күні салқындық пен сергектік сыйлады. Туған елге тағзым жобасының бүгінгі соңғы күні, және бүгін біз Ермаковка ауылындағы Гранд Фиш деген форель фермасына келдік, және бүгін біз әртүрлі балықтарды көрдік. Мысалда келтірсек, бір жерде ірі де бар, басқа жерде де кішкентай форель балықтарды көрдік.